Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Жолдасым екеуміз түн ортасында түріктердің кокореч деп аталатын тағамын жеуге бара жатырмыз. Ауданымызда кокоречті ең дәмдетіп жасайтын мекенге бара жатырмыз. Қазір тапсырыс береміз. Жалпы кокореч деген Балқан елдері және Кіші Азияда өте танымал көше тағамдардың бірі. Негізінен қой, ешкі сияқты ұсақ малдардың ішектерінен жасалады. Арасына жүрек, өкпе, бүйрек сияқты органдары араластырып салынады және түрлі дәмдеуіштер қосылып жасалатын көше тағамдарының бірі. Түркияға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде дәмін татып көріңіздер. Fazla şey yapmıyor, sanki böyle uykum vardı, öyle şeymiş gibi. Gel bir dakika gel. Шамамен 2 кісіге 200 лирадай кетті. 70 лирадан 2 кокореш алдық және 20 лирадан сусын алдық. Сонымен барлығы 200 лира мағдарында шықты. Бұл дегеніміз теңгеге шаққан кезде шамамен 4,5 мың теңге. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Келесі көріскенше сау болыңыздар.